Қарағандыда «Мен елі мәңгілік ел» атты республикалық акция өтті. Жиынның негізгі бөлімі жастардың тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің жеткен жетістіктері жайындағы өтініш тілектері жинақталған кітапты ел президентіне табыстау болып табылады. Ұйымдастырушылар акцияның басты мақсаты мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясын, әсіресе жастар арасында қазақстандық қоғамның құндылықтарын насихаттау екендігін айтады. Мәңгілік ел акция Қарағанды жерінде өткізілген шын жүректен құттықтаймын. Еліміз азаттық алған сәттен-ақ ұлт тарихында бет бұрыс басталды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының нәтижесінде халқымыз жаңа дәуірге қадам басып, мәңгілік елдің негізін қалады. Тәуелсіздік күні ата